7-ші басым оқушы Өрсманка Қайратқызы. Менің ғылыми жұмысымның тақырыбы Қазақстанда өмір сүретін орта азиялық дала тасбақасының жасын жынысын анықтау және зерттеу. Менің ғылыми жұмысымның мақсаты тасбақаның жасын және жынысын анықтау және дала тасбақасының маңызын айту. Тасбақасы Қазақстанда кең тараған рептилияның бір түрі. Биологиялық ерекшеліктері. Дала тасбақасы көбінесе қоректенген кезде жапырақ пен жемістерді көп жегісі келеді. Көбінесе көктемде және жаздың басында ғана белсенді болады. Дала тасбақасының біздің әлеуметтік ортаға маңызы, бізге керек өсімдіктердің ұрығын таратады бізге. Мен мектеп оқушылардан 118 оқушыдан сауалнама жүргіздім. Және де мен үш тасбақамды зерттедім. Екеуі қыз болып шықты, біреуі ұл болып шықты. Жынысын анықтауға көмектеседі. Мына бізде ұрғашы. Ұрғашының құйрығы кішкентай болады. Ал бұл бізде еркек. Еркектің құйрығы ұзын болады. Жасын анықтауды көрсетейін. Әрбір тасбақада өзінің панцирі болады. Және де панцирінде мынандай түтікшелер болады. Бір түтікшеде 1 жыл деп есептелінеді. Мен тасбақаның ұзындығын өлшедім. Қорытындылай келе біз тасбақаның маңыздысын білдік және де жасын жынысын қалай анықтауды білдік.